Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Қазақ ұлтының өміріндегі музыканың мәнін Абай екі ауыз сөзбен сипаттап кеткен. Себебі қазақтың әні мен күйі халқымыздың ерте заманнан бергі қалыптасқан асыл қазынасы, болмысы, сағынышы, сезімі, мұң шері мен қызық қуанышы. Қазақ халқының рухани жәдігерлерінің ішіндегі орны бөлек бай мұрасының бірі дәстүрлі әндер. Бүгінгі күннің музыкасы әуезге құрылып көңіл серпілтудің құралы болса, көнеде қазақ музыкасы бірінші кезекте терең мәнге негізделген. Мән мағынасымен шырқалатын жөніне орай дәстүрлі музыкамыз бірнеше тармаққа бөлінеді. Олар тұрмыс салт әндері, әулеттік жоралық һәм той әндері, еңбек, лирикалық, әлеуметтік және тарихи әндер болып бөлінеді. Оның ешқайсысын шатастыра алмайсың. Әр ән өз жөнімен шырқалады. Қазақтың кәсіби ән өнері әсіресе 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында өз дамуының шырқау биігіне жетті. Қазақ өнерінде сал-серілердің пайда болуы кәсіби ән өнерінің шарықтап дамуымен тығыз байланысты құбылыс. Сал-серілер деп әдетте бір басына бірнеше өнер қонған, 8 қырлы бір сырлы өзгеше дарын иелерін айтқан. Айрықша киініп, сұлу ат мініп, маңына өнерлі жастарды жинап, ел аралап қызық думанға бөлеу, сал-серілер ұстанған тұтастай бір өмір салт еді. Қазақ даласының әр қиырынан Біржан, Ахан, Мұхит, Кенен сияқты сал-сері тұлғалардың шығуы ән мектептерінің қалыптасуына зор ықпал етті. Атам қазақ, бала туғаннан ер жеткенге дейінгі оның әр қадамы мен бастамасына ерекше мән беріп, барлық жерде салт дәстүрмен қатар музыканы да алып жүрген. Яғни тұрмыс салт әндері, бесік жырлары, тұсау кесу, тілашар салттарының әндері мен насихат өлеңдерінен басталады. Бұл әндерді кішкентай тыңдарман әдетте анасының не әжесінің орындауында естейді. Бесіктегі әлдимен әуезді әнді құлағына сіңірген бала әннің құдіретін жөргектен таниды. Сондықтан бесік жырына қанып өскен қазақ баласының музыкаға бейім болып өсуі заңдылық. Алайда қазіргі кезде бесікке бөленбеген, әлдимен тербелмеген жаңа бір буын өсіп келеді. Әндесе еске ырғақты той әуендерінің орала беретіні әншіліктің бүгін арзандап кетуінің кесірі болса керек. Ұлттық музыкада той әндеріне орын жоқ деген сөз емес. Дәстүрлі әндердің ішінде әулеттік жоралық әндердің жөні бөлек. Оған жар-жар, беташар, тойбастар, сыңсу, қоштасу сарынында айтылатын әндер жатады. Терең мағыналы әндер айтылған соң да қазақтың тойы қазынасы еді. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қызғуға жаралған. Тіршілік бар жерде қаза бар. Қайғылы жағдайда қазақ шерін естірту, жоқтау, қоштасу айтып тарқататын еді. Алайда бұл дәстүр шалғай ауылдарда қатары кеміген қариялардың жадында сақталмаса, ұмытылып бара жатқаны өкінішті, бірақ шындық. Қазақ музыкасы қазір кілең күйдім-сүйдімге айналып кетті дер біреу. Бірақ бұқараға арналатын музыка ешқашан тұтас ұлттың өнерінің көрсеткіші бола алмайды. Дәстүрлі музыкамызда бұрын лирикалық әндер болған жоқ десек, оңбай қателесеміз. Туған жер, махаббат тақырыбы әндерімізде кеңінен кездеседі. Ой жайлау шөбің жүйгін суыңдары, боладай халқың менен ақын сәні ой жайлау деу. Мерейін
әнге шырқап ортаңызды жиналған ел жұртыңмен жас пен кәрі ой жайлау ақ шәйнек сарсамаурын тұрса қайнап отырса қыз бозбала күліп ойнап киінген қызғалдақтай қыз келіншек сапырса сары қымыз құлан ойнап қуарған қара ағаштай қақиған шай жас шақтың өткізерлік гүлдей жайнап ой жайлау Әннің естісі бар, есері бар деген ұлы ақынның талғам тәсілі қазақты құнды мен арзанды ажыратып, озығын ұрпаққа қалдыруға мүмкіндік берді. Қазақтың кез келген жағдайда айтатын есті әні бар еді. Әйгілі орыс ғалымы Григорий Потаниннің «Мен үшін бүкіл қазақ даласы әндетіп тұрғандай» деп тамсануының құпиясы осында болса керек. 7 түрлі әннің ішіндегі ұлт үшін, ұрпақ үшін аса құнды болатыны әлеуметтік, тарихи әндер. Бұл кешегі ата-бабалардың жүріп өткен жолының желісін үзбей, сол күйінде ұрпақтың аузына салып, жадына сіңіріп беретін саф өнер. Ән әуен ғана емес, ән ұлттың болмысы, кешегісі мен бүгіні. Кез келген ұлттың бүгін шырқап жүрген әні ұрпағының ертең көшті қалай жалғайтынына әсер етпей қоймайды.